Достар, бүгін сіздермен CapCut бағдарламасының звук бөлімінен толық танысып шығатын боламыз. Мінекей, мен де осындай видео істедім анимациямен. Енді бұл жерде жай ғана көріп тұрған болсаңыздар, бұл анимация. Енді осы анимация более жандандыру үшін мына жерде мен звук қоюым керек болады. Яғни мінекей звук бөліміне басамыз. Мінекей мына көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде ең шетінен басамын. Мына жерде записать деген бар. Бұл жерде сіздер диктофонды басып тұрасыздар. Сосын мына жерде осындай знак шығады. Осылай күтіп тұрасыздар. 3, 2, 1, 0. Мен осындай анимация жасаймын. Осындай звук басылды. Мінекей диктофонда. Осы громкосын осы жерден осынша көтеріп қоямыз. Мен осындай анимация жасаймын. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Запись бөлімі мына жерде пользовательский голос деген бар екен. Енді бұл сіз мына жерде кейінгі сабақтарда түсіндіріп өтетін боламын. Ал мына жерде извлечить деген бар. Осы извлечить деген мысалға мына жақта кез келген бір видеоны аламыз. Мына жерден мысалға мінекей мен бір кез келген видеоны аламын. Дәл осы видеоның звугын осылайша извлечить етіп шығарып беретін болады. Бұл осындай функция атқарады. Ал мына жерде текстовый аудио деп қойған. Енді бұл жерде сіз ағылшынша жазсаңыз, мына жердегі мына функциялар арқылы әйелдің немесе еркектің дауысын қоюға болады. Бұл жайлы кейін сабақ өтетін боламыз. Мінекей мына жерде звуковой эффект деген бар. Бізде анимация жасауға ең керек осы звуковой эффект бар. Сіздер осы жерде кез келген звукты осылайша жүктеп естіп алуларыңызға да болады. Мысалы мына жерде звук бар екен, мен осы анимацияға қоямын. Мінекей көріп шығамыз. Енді бұл жерде бізде музыкасы дайын болды. Негізі музыканы мына жерде звуки бөліміне кіресіздер. Мінекей мына жерде CapCut'тың өзінің рекомендацияға берген звуктары, яғни музыкалары. Осы жерде трендте болып жатқан музыка. Дәл осы кез келген музыканы жүктеп алып өз видеоңызға пайдалансаңыз болады. Мына жерде мына жанында плюс бар. Плюсты басып өзіміздің видеоға осылай сай қойып аламыз. Немесе мына жерде егер өздеріңіз кейін керек десеңіздер, мына жерде избранныйды осылай басып қоясыздар. Мінекей избранныйға түсті. Бұл избранныйды сіздер мінекей мына жерден табасыздар. Яғни мына жанында осындай избранный шығады. Енді мына жерде жоғарыда көріп тұрған болсаңыздар, бүткіл музыканың мына жерде жанрлары бар. Кез келген өздеріңіз жанр не екенін жақсылап жүрсеңіздер, мына жерде видеоларыңызға сай музыкаларды табуға болады. Яғни мына жерде спорт, романтика деп қойыпты, мода деп қойыпты. Мінекей модаға байланысты музыкалар осы жерден кез келген алып жүктеп өзіңіздің видеоңызға тегін пайдалансаңыздар да болады. Мына жерде мен всені басамын. Және мына жерде поиск бөліміне кіріп, мысалы мен бір әншінің әнін іздеймін. Яғни Бруно Марс деп жаздым. Мінекей менде бүткіл Бруно Марстың музыкалары шықты. Кез келген осылайша үстінен басамын. Және осылай пайдалансам да болады. Жүктеп алып. Мінекей менде осылай. Енді мен бұны өшіріп тастаймын. Және мына жерде звук бөліміне кіреміз. Енді бұл жалпы сіздерге мына бөлім түсінікті болды деп ойлаймын. Ал мына болса біздің екінші бөліміміз. Яғни извлечить звук из видео дейді. Бұны бассаңыздар, осы жерде кез келген видеодағы звукты извлечить етуге болады. Мысалы мен мынаны басамын. Мінекей менде осылайша видеодан извлечить етілген звукты осы жерден қойып, осы плюсты басып пайдалансам болады. Ендеше мына жерде өзіңіздің телефоныңыздағы звукты таңдау үшін мына жақта екінші кнопканы басамыз, устройствоны басамыз. Мына жерде автоматты түрде өзіңіздің телефоныңыздағы музыкалардың барлығы осылайша шығып келетін болады. Егер сізде дәл осы музыкалар шықпайтын болса, онда сіз осылайша CapCut'тың басып тұрып настройкасына кіресіз. Мінекей дәл осы жерден разрешение деген бөліміне кіріп, сізде мынандай тұру мүмкін. Сол үшін музыка аудио дегенді басып, разрешитті басасыз. Сосын сізде CapCut бағдарламасында осылайша музыка шығатын болады. Мінекей мына жерде устройство деп тұр. Яғни осы жерде өзіңіздің телефоныңызға жүктелген кез келген музыканы алып пайдалансаңыздар да болады.
немесе үстен осылайша басып естіп алсаңыздар да болады. Немесе мына жерде поиск бөлімі бар. Поиск бөліміне кез келген музыканың атын іздеуге болады. Мысалы, мен мына жақта жазамын қазір, мінекей Леди Гаганың бір музыкасы бар екен. Мінекей мына жерде шығып тұр. Ендігі кезекте сіздерге жалпы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Сіз CapCut бағдарламасын өз аккаунтыңызды тіркеп қойсаңыз, мына жерде TikTok деген бөлімі бар. Дәл осы жерде TikTokты осылайша тіркеп алсаңыз CapCutқа және TikToктағы тренд музыкалар табу өте оңай болады. Мына жерде коммерческий, мына жерде музыка, искусственный интеллект арқылы істелген музыкалар. Бұл жайлы кейін өтетін боламыз. Мына жерде коммерческий деген бар. Бұл коммерческий дегенде негізінде өздеріңізге түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде коммерческий, мына жерде все деген барлық музыкалар. Яғни мына жерде коммерческий мен всенің айырмашылығы, коммерческийде тек қана шектеулі музыкалар, ал мына жерде всеға кірсеңіз, бұл жерде өте көптеген музыкаларды табуға болады. Жалпы мен мына жерде музыканы алдым. Музыканы үстінен басамын, мына жерде кез келген жерінен осылайша кесіп тастауыма да болады. Ал енді мына жерде мұқият қараңыздар. Мен музыканы аламын. Мінекей музыка егер жай басталған қалсам, мына жерде выцветание крем затемнениені осылайша басып қоямын және музыка жай басталады деген сөз. Ал мына жерде музыка жай бәсеңдеп біту үшін мына жерде выцветание крем осветлениені осылайша қосып қоямын. Яғни мінекей қазір сіздерге нәтижені көрсетемін. Музыка өте жай бәсеңдеп бітетін болады. Яғни мына жерде громкость деген бар. Өзіңіз қалағанша громкостьті 1000-ға дейін көтересіз, немесе бүткілін түсіріп қоюыңызға да болады. Мына жерде звуковой эффект деген бар. Яғни сіз бұл жерде өз музыкаңызға эффект бересіз, звуковой эффект. Кез келген мына жерде окружение, мына жерде өзі модификационный голос деп қойыпты. Бұл жерде әртүрлі жанрлар бар. Осы жанрлардың кез келгенін қойып қолдансаңыздар да болады. Мына жерде голос персонаж дейді, мына жерде песня вместе речи дейді. Енді мына жерде удалить кнопкасын бассақ өшіп кетеді, өздеріңіз білетіндей. Сосын мына жерде улучшить качество голос деген бар. Яғни бұл сіз сөйлеп жатқан кезде өзіңіз диктофонмен басқан дыбысыңызды осылайша улучшить голосты басып істеуіңізге де болады. Ал мына жерде переводчик аудио деген бар. Яғни бұл жайлы кейінде сабақ өтеміз. Ал мына жерде извлечь звук деп қойыпты. Яғни бұл жерде жасанды интеллект арқылы өзіңіз музыканың ішіндегі вокал немесе барабан осы инструменттерді извлечь етіп әрқайсысын отдельно пайдалансаңыздар да болады. Бұл жайлы кейін сабақ өтеміз. Мына жерде бит деген бар, скорость деген бар. Яғни сіздің музыкаңыздың скорості. Ал мына жерде уменьшить шум, яғни сіздің музыкаңызда кішігірім шум болатын болса, шумды басасыз және осы жерде шум өшеді. Мына жерде тағы бір функция бар. Музыканы басасыз, ең соңғысы создать копию, яғни сіздің музыкаңызды осылайша копиясын шығарып қойсаңыздар да болады. Яғни мына жерде музыканы осылайша ұстап видеоның басына соңына дейін осылай қоюыңызға да болады, немесе кез келген жерден ұстап осылайша кесіп немесе қайтадан осылай восстановление жасауға да болады деген сөз. Яғни сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеоларда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.